өтеді, жылдар сырғиды, ғасырлар тоғысады. Ақ көрпесін жамылып 6 ай жатар қыстың да көбесі сөгіліп, гүлдей құлпырған көктем мен жүзіне нұр төккен жазға орын берері анық. Мұның соңы сарғайған сары күздің сал шекпеніне ұласары тағы бар. Табиғаттың осы бір үнсіз тағылымы бізге ең әсем шақтың өзі тоқтамайтынын, уақыттың ешкімге кідірмейтінін ұқтырғандай. Адам ғұмыры да дәл сондай өткінші. Ғұмырдың ұзақтығынан бұрын оның артында қалдырған жылуы мен өнегесі қымбат. Осындай өнеге мен ізгіліктің, сабыр мен мейірімнің шуағын шашып өткен, өмірдің мәнін ұрпағына өнеге етіп қалдырған абыз аналарымыздың қатарында ойып орын алар жан Мұхамеджанова Фәнура Құрманғалиқызы. Өмірдің әр белесі адамды шыңдап, тағдырдың әр сынағы тұлғаның болмысын айқындайтын рас болса, тағдырлыда тағылымды ғұмыр иелерінің бірі Құрманғалиқызы Фәнура апай 1942 жылы табиғатымен аты аңызға бергісіз Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында дүние есігін ашты. Елінің елеулісі, халқының құрметісі бола білген Мұхамеджанов Құрманғали атамыз бен ақ жүректі мейірімі мол Мәриям апамыз дүниеге келген 4-ші перзентіне жүрегі жарыла қуанып, ат шаптырмаса да аяғы жеткен жерге сүйіншіліп жар салған еді. Ұлы Отан соғысымен тұспа-тұс келген Фәнураның балалық шағы өз тұстастары секілді қайнаған еңбекпен өріліп, төзімдік пен жауапкершіліктің қадірін бойына сіңіріп жүріп өсті. 1959 жылы Қаратал ауылындағы Горький атындағы мектепті аяқтаған балауса қыз үлкен білім жолына қадам басады. Алайда өмір оның жастық шағына ауыр сынақ дайындап қойған еді. Сол жылдары анасы Мәриям ападан айырылып, арада 6 ай өтпей әкесі Құрманғали атада мәңгілік сапарға аттанып кете барады. Қос бірдей асқарынан айырылған шаңырақтың ауыртпалығы жас Фәнураның иығына түсті. Бірақ қайсар қыз мойымады. Өзінен кейінгі сіңілілері мен бауырларына қамқор болып, аналық мейірімін төгіп, әпкелік парызын абыроймен атқарды. Жеңгелері оның мейірім мен кеңдігін бағалап, еркелетіп, бота деп атайтын еді. 1963 жылы Қатонқарағай ауданына келін болып түскен Фәнура апай жаңа өмірдің есігін жаңаша ашып, шоңмұрын ішіндегі жарылғас еліне абыройлы Ауғанбаевтар әулетінің табалдырығын аттады. Құдай қосқан қосағы Әлібек өзімен тұстас, жастайынан елге күшімен де, кісілігімен де танылған балуан мінезді, келбетті келісті, сымбатты жан еді. Білім жолында шыңдалған ол ветеринарлық техникумды тәмамдап, ел игілігі үшін еңбек еткен көзқарақты, сөз өтімді жантұғын. Ел ішінде беделі биік, ісіне ұқыпты азамат ретінде құрметке бөленген әкеміз, қай ортада жүрсе де сабырын серік етіп, еңбегін өнеге етіп, отбасының ұйытқысы бола білді. 1964 жылы жас отбасы үшін үлкен қуаныштың жылы болды. Алғаш рет атана атанып, шаңырақтарына сәби күлкісі келіп, бақыт таңы ататын күн туды. Өмірге ұлдары Серікбек пен Әбдірашид, кейіннен шаңырақтың шырайын келдірген қыздары Лаура дүниеге келіп, жас отбасындағы өзара сенім мен құрметті одан ара бекіте түсті. Шаңырағына мейірім шуағын төгіп, балаларына қамқор әке мен мейірімді ана бола білген олар, ол қыздарын балапандай баулады. Ештемеден кем қылмай, өмірдің ағымына, заманның талабына қарай қанаттандырып, тәрбиелеп өсірді. Кейіннен тірлік қамымен Көктерек ауылына қоныс аударған бұл отбасы, сол өңірде де өздерінің адал еңбегімен ел құрметіне бөленді. Фәнура апай 20 жыл бойы бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарып,
сан шәкірттің жүрегіне білім шырағын жақты. Ұстаздық жолды тек мамандық емес, ұлтқа қызмет ету деп білді. Жұмыс бабымен көршілес Балғын ауылына қоныс аударғанда да апайымыз ұстаздық жолдан айнымай, тағы 15 жыл бойы шәкірт тәрбиелеп, ауылдың рухани тірегіне айналды. Жағасына сызат түсірмей, жарының қолдауымен құрметіне ие болған Әлібек атамыз болса, совхоздың басқарушы қызметін абыроймен атқарып, ел әлеуетінің өркендеуіне үлес қосты. Бірі ел басқарған азамат, бірі ұрпақ тәрбиесінің шамшырағы болған қос тағдыр, бір арнада тоғысып, еңбекті өмірлерінің өлшеміне айналдырды. Олар артында тек ұрпақ емес, өнеге қалдырған ізгі жандар еді. Дәм тұздың таусылғаны болар. 1996 жылы өмірлік серігі, әулеттің тірегі болған Әлібек ата мәңгілік мекеніне аттанды. Бұл Фәнура апай үшін өмірдің ең ауыр белестерінің бірі еді. Қанаты қайырылып, мойны сынғандай болған анамыз бұл жолы да басына түскен сынақты да сабырмен қарсы алды. Жүрегіндегі сағынышын үнсіз көтеріп, ұрпағының амандығын өмірінің мәніне айналдыра жүріп, 2000 жылы Алматы қаласына қоныс аударып, жаңа ортада да өзінің еңбекқорлығы мен ұстаздық жолында адалынан жалғастырды. Ана ретінде де тағылымды, жүрегі мейірімге толы, отбасының ұйытқысы бола білген аяулы анамыз тәрбиелеп өсірген ұл-қыздан тараған 7 немеренің 8 шөберенің қызығын көріп, солардың ақылшысы, арқа сүйері, мәңгі шуағы бола жүріп өмірден өтті. Адамның ғұмыры жылдармен емес, артында қалдырған ізімен өлшенеді десек, Фәнура апайдың өмір жолы еңбекпен өрілген, мейіріммен көмкерілген, ұрпаққа өнеге болған тағылымды ғұмыр. Оның жүріп өткен жолы қазақ анасының қайсарлығы мен даналығының жарқын көрінісі болып қала бермек. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді ғой. Анамыз қай кезде де жақсы әйел, отбасының ырысы, елдің тынысы екенін дәлелдей білген жан еді. Бір ауылдың ғана емес, бүткіл елдің жүрегінде қалған шуақты із, жүрекке ұялаған мейірімен қалдырған қасиет, мәңгілік ғұмырдың өзі. Адамның тірлігі бір күндік, жақсы ісі 1000 жылдық демекші, жылдар өтсе де, іздері өшпеген жақсы жағынға бүгінгі бағышталар құран ниеттер, жақсы амалынан жазылса екен лайым. Өзің аман бол, еліміз, жеріміз аман болсын, халқымыз аман болсын. Бәрі аман болсын. Осылай анда-санда жылына бір болса да басымызды қосып, ойнап күліп отырайық. Аллаху акбар. Сағынышқа толы жүректер осындай абзал жандарды еске алғанында көзге еріксіз жас, көңілге шер ұялайды. Өзіңсіз өмір жалғасқанымен, өзің туралы естеліктер өміріміздің ажырамас бөлшегіне айналғандай абзалана. Рахмы мол жаратқан Аллам сені өз нұрына бөлес екен. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын, аяулы ана.